Ұлттық ұстаз академиясының дәстүрлі форумында тағы да сөз алып спикер атанғаныма өте қуаныштымын. Менің қазіргі тақырыбым тек қана бір мектептің ғана моделі болмайды, барлық жалпы Орал қаласындағы мектептердің білім беру жүйесі болып саналады. Өздеріңіз білетіндей 2016 жылдан бері қарай біздің білім беру үдерісінде көптеген жаңалықтар болды. Жаңартылған білім беру мазмұны енді Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесін енгіздік, Кембридж оқыту әдістемесін енгіздік. Осы кезде осы тәжірибені алдымен мұғалімдер қабылдап ендіру үшін біздер мектеп басшылары өзгеріске ұшырадық. Яғни бұл мәселені шешу үшін біз желілік қоғамдастық арқылы жаңаға жүйе құрдық. Біздің жаңа қаламызда 50 мектеп болатын болса, олар 5 желіге бөлініп жұмыстанды. Яғни 5 желіге мектептерді бөліп тастадық. Бұл желілік қауымдастықта адамдар бір-бірімен бірігіп, білімін, тәжірибесін, идеяларын бөлісті, кәсіби дамуға, ізденуге үйренді. Бір проблеманы бәрі бірігіп, 10 мектеп бірігіп шешті. Бұрын семинар жасаған кезде тек қана бір мектеп жасайтын еді ғой. Қазір 10 мектеп бірігіп, бір семинар жасайды. Сонда ешқандай бір мектепке салмағы түспейді. Мысалы, интеллектуум қауымдастығы мұғалімдердің зияткерлік әлеуетін дамытуға арналған жобаларымен танымал болса, ал восхождение қауымдастығы функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға, инклюзивті білім беруге ерекше назар аударады. Ізденіс қауымдастығы басты бағыты ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Эко-әлем қауымдастығы жасыл мектептер жобасы, яғни жасыл экологиялық жауапкершілікті қолдау болып саналады. Ал жаңа толқын қауымдастығы инновацияларының орталығы десек те болады. Яғни бұл қауымдастық үнемі жаңа нәрселер, тың идеялар ойлап жобаларды ұсынып отырады. Бұл бізге жалпы не берді? Білім ұйымдарының желілік қауымдастығының ұйымдастыру мектеп басшыларының өзара тәжірибе алмасуына алып келді. Проблемаларды қауымдастықта шешуге, командалық жұмысты нығайтуға, тәжірибелі басшылардың жаңағы жұмыстарын, тәжірибесін тарату арқылы жас басшылардың үлгі алуына, яғни тәлімгерлік процесс жүрді. Кәсіби өтуге ықпал етіп, бірлескен жұмыс нәтижесінде білім ұйымдары дамыды және оқушы мен ата-ана сұранысын қанағаттандыратын жоғары жетістіктерге жетуге жол ашты. Желілік қауымдастықта басында жаңа серіктес мектептердің ішінде жетекші 7 мектеп болатын болса, қазіргі таңда 24 мектеп жетекші мектепке айналды. Яғни серіктес мектептердің де мұғалімдері көшбасшылар болып, желілік қауымдастықтың проблемаларын бірлесе шешудің тиімділігін көрсетті. Бірақ та алайда заманның сұранысы бойынша қазір біз дамуды тоқтатпай, үнемі жоғары деңгейде болуды талап етіп отыр. Манағы айтқан желілік қауымдастық мектептері енді модельді мектептерге ауысты, пайда болды. Ал модельді мектептер бұл жаңаға қалай пайда болды? Орал қаласының білім беру жүйесі ұлттық ұстаз онлайн академиясымен жаңа айтқан 2021 жылы бастау алды. Даму жолындағы ізденісіміз Гүлмира Аманжолқызымен жаңаға заманауи мектептердің үлгісін қалыптастыруға бастамашы болып жүрген Гүлмира Аманжолқызымен жолықтырып, осы 33 жалпы білім беретін мектеп, 45 мектепке дейінгі ұйым, 7 жеке меншік және 7 қосымша білім беру ұйымы білім басқарудағы жаңа модель деген курсынан өттік 2021 жылы. Осы жерде енді командалық жұмыс дегеніміз әр адамның өз күшін ортақ игілікке арнау деген жақсы бір нақыл сөз еске түседі. Қазіргі таңдағы біздің де мақсатымыз сол деп ойлаймын. Жаңа біздің бүгінгі отырысымызда себебі бәріміздің де жаңағы осы жерде ойлап отырған мақсатымыз осы Қазақстанның болашағын жақсы етіп қалыптастыру және саналы ұрпақ тәрбиелеу. Сол саналы ұрпақ тәрбиелеген кезде біз не береміз оларға деген барлық мақсатымыз осыған тіреліп отыр. Командалық жұмыста осылай басталды. Ендеше жаңа курстан кейін, жүре беріңіз, курстан кейін, тұра берсі видео, курстан кейін біз осы курстан алған жаңағы оқу бағдарламаларын зерттеу, вариативтік бөлімді күшейту бағытындағы жұмыстарымызды әрі қарай жаңа Астана, Алматы, Ресейдегі Қазан қалаларындағы мектептің басшыларымен, құрылтайшыларымен кездесіп, және педагогтарымен кездесіп алдыңғы қатарлы іс тәжірибе алмастық. Осы Астана қаласының да жаңағы басқа қалалардың да барлық іс тәжірибелеріне мектеп басшыларын жіберді біздерді. Біздерді жібере отырып, қай жерде қандай модель,
қай жерде қандай тың идеялар бар, жобалар бар, соның барлығын алып келіп Орал қаласының білім беру жүйесін дамытуға біздің басшыларымыз күш салды. Мен әрине Орал қаласындағы білім беру бөлімінің басшысы емеспін. Мен жай ғана бір қарапайым мектептің басшысымын. Неге бұны сөйлеп тұрық? Себебі біздер мектептерде мынадай модельдер пайда болды. Эко мектеп, STEM мектеп, бренд мектеп, инжиниринг мектеп, арт мектеп, интеллектуалды мектеп, технопарк мектебі, даму мектебі, зерттеуші мектеп, мына сандарымен көрініп тұр. Осы мектептер өздерінің курстан кейін стратегияларын анықтап, миссияларын анықтап, қандай бағытта дамитындықтарын көрсетті. Әрбір мектеп өзінің құрылымына қарай дамыды, ішіндегі кадрларына байланысты дамыды. Және дамыған кезде тек қана мысалы диджитал арт мектеп, эстетикалық бағыттағы гимназия қазір вариативтік бөлімдерінің барлығын заманауи кадрлар дайындауға жұмсап отыр. Себебі олар сценаристер, журналистер дайындау, өзімнің мектеп, медиа мектеп деп аталады, мобилографтар, SMM-шілер, қазіргі таңда радио жүргізушілер, жаңалықтар студиялары барлығы жұмыс жасайды. Мысалы, Love School мектебі бар, 28-ші мектепте олар таза суды пайдалану құрылғыларын жасап жатыр. Ал эко мектептер бізде қаламызда бірнеше теплицалар салынды әр мектептің ауласына. Сол теплицалардан түскен өнімдердің барлығын сатып, балалар өздері сатып, өздері кішкентай ғана бизнестің бастауы мектептен басталып жатыр. Эко мектептер бізде қаламызда бірнеше теплицалар салынды әр мектептің ауласына. Сол теплицалардан түскен өнімдердің барлығын сатып, балалар өздері сатып, өздері кішкентай ғана бизнестің бастауы мектептен басталып жатыр. Ол бір ғана мектеп болмағасын, мен барлық Орал қаласында мектептер туралы айтып отырмын. Ендеше жалпы біздің мектеп моделінің дамуы бұл қазіргі кездегі белгілі бір мамандандырудағы қазіргі кездегі маңызды трендтердің бірі деп саналады. Осы мектеп моделінің дамуы енді бізге не берді? Жалпы қызығушылық пен мотивация оятты. Біздің ең басты байлығымыз, құндылығымыз, біздің продуктымыз балалар. Сол түлектердің, балалардың ең бірінші қызығушылық оянды. Мысалы, ол оқушы өзі ұнататын саланы оқыған соң оқуға ынтасы артады. Себебі ол жақсы көріп тұрады сол саланы. Екінші, ерте кәсіби бағдар, яғни балалар мектеп жасынан бастап болашақ мамандығына қатысты дағдыларды меңгереді. 21-ші ғасыр дағдыларын дамытады, яғни жобамен жұмыс, креативтілік, коммуникация, технологияны қолдану сияқты дағдылар қалыптасады. Пәндер арасында байланыс, мысалы, медиа жобада тарих, тіл, технология пәндері бірге жүреді. Шығармашылықта технологиямен жұмыс істейді. Осының барлығы біздің мана таңертеңнен бері айтып отырған біздің болашағымыз, оқушыларымыз, түлектеріміз, біздің Қазақстанды әрі қарай дамытатын балаларымызға арналған жобалар. Әлі де өзінің жемісін береді деген ойдамыз. Қазірдің өзінде өз мектебім туралы айтатын болса, медиа мектеп жобасы, мен ылғи да осы тақырыпта сөйлеп жүрмін. Біршама сценаристер, мобилографтар, журналистер, журналистика факультетін таңдаған мамандар көбеюде. Оны біз түлектерімізден көріп отырық. Сондықтан бүгінгі жасалып жатырған ұлттық ұстаз онлайн академиясымен біріккен курсымыз осындай өз жемістерін беруде. Үлкен рахметімізді айтамыз.